Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік сұнады. Ақылды адамның ойындағы идея батыл адамның қолымен жүзеге асу керек. Әйтпесе ол сол арман күйінде қала береді. Ральф Уолдо Эмерсон. 60 жылдан астам тарихы бар Үлбі металлургия зауыты бүгінде уран, тантал және бериллий сынды металдарды өндіру жағынан әлемдегі алып кәсіпорындардың бірі. Еліміздің шығыс өңірінде орналасқан зауыттың еңбек майданында 5000-нан астам жұмысшы өзінің күш-жігерімен ой білімін жүзеге асырып келеді. Кәсіпорындағы басты қағида бүгінгі идея, ертеңгі капитал. Зауыт көміртекті, тот баспайтын, химиялық төзімді, коррозияға берік болат пен атом, кен өндіру, химиялық және мұнай-газ өнеркәсібіне арналған балқымалардан күрделі, жоғары дәлдікті құрал жабдық жасаумен де аты шыққан. Ал негізгі кәсіп бериллий, тантал мен ниоби өндірісіне тоқталсақ. Бериллий өндірісі концентранттар өңдеуден дайын бұйым алуға дейінгі қайта өңдеу процестерінің аралығын өрбейді. Өнімді нарыққа шығару көбіретте Қытай және Ресей кәсіпорындарымен еншілес атқарылады. Өнім түрлері төмендегідей: металды бериллий, құйма мен ұнтақ, конструкциялық бериллий, алюминий бериллий, мыс бериллий, бериллий лигатурасының никелі және балқымалар, бериллий тотығы, ұнтақ бұйым, бериллий қоласы, магний фторида, графит бұйымдар, бериллий телекоммуникациялық құрылғыларда, компьютерлік техникада, электроникада жартылай фабрикат ретінде, авиа және автомобиль өндірісінде, аэроғарыш, қорғаныс және атом өнеркәсібінде жеделдетуші техника элементтер ретінде, сонымен қатар рентген терезесін жасауда қолданылады. Үлбі металлургия зауытында тантал мен ниоби толық өндірістік циклдан тұрады. Нәтижесінде вакуумда балқытылған құйма, конденсаторлық ұнтақ, чипсилер, жалпақ және дөңгелек илек, балқымалы құйма түрінде нарыққа жөнелтіледі. Тантал деген металл міне мынау. Ол негізінен конструкциялық материал ретінде авиацияда, ғарыш саласында, сондай-ақ электрондық құралдарда кеңінен қолданылады. Мәселен, ұялы телефон мен ноутбуктардың бөлшектері осы танталдан жасалады. Үлбі металлургия зауытынан биылғы рационализатор KZ байқауына ұсынылған құнды идеяның тап осы тантал өндірісіне бағытталуының экономикалық маңызы туралы аз ғана сөз. Танталдың бір келісі нарықта 2500 ақш долларына бағаланады. Ал 99,985% аса таза түрі тіпті 4500 долларға дейін барады. Тантал 2996 градуста еріп, 5300 градуста қайнайды. Иілгіш металл. Химия өнеркәсібіне арналған коррозияға төзімді аппараттар, қыздыру лампаларының сымын, тигел пеші мен зертхана ыдыстарын, атом энергетика жүйесінің жылу алмасу құрылғысын, ұрыс машиналарының сауытын, авиа ғарыш техникаларының құрал жабдығын жасауға, хирургияда тантал сымы мен қабыршағын ұлпаларды, жүйке талшықтарын бекіту үшін керектенеді. Үлбі металлургия зауытында жалпы атом өнеркәсіп компаниясындағыдай жұмыскерлердің интеллектуалдық идеяларын қолдау кең көлемде қолға алынған. Өйткені бүгінгі идея ертеңгі капитал ұраны компания деңгейінде өріс алған. Оның бір ғана көрінісі компанияда 10 000 жақсарту бағдарламасы іске қосылған. Мұның сыртында Үлбі металлургия зауыты өз тарапынан 13 000 жақсарту бағдарламасында қолға алған. Әрі кәсіпорындағы бүгінгі идеяны ертең ақ капиталға айналдырарлық құлшыныстың жөні бөлек. Айталық өндіріс өзімізбен қоса Ресей, Украин, Беларусь, Өзбекстан мен Қырғыз республикасының қажеттілігін өтеп отыр. Тауарлық белгісі Ресей, Болгария, Британия, Германия, Қытай, Польша, Словакия, ақш, Франция, Чехия, Жапон елдеріне танымал. Ал осындай дәрежеге жетудің және бір сыры зауытта рационализаторлық идеялардың салтанат құруы. Біздегі рационализаторлық қайраткерлік кең көлемде қолдау тауып отыр. Тиісінше 4500 қызметкеріміздің 2000-ға жуығы бұл бағдарламаға белсене араласады. Рационализаторлық жұмыстар жұмыскерлердің творчестволық потенциалын арттырудың төте жолы өйткені. Осы орайда қағазға түскен рационализаторлық идеяның сатылай дамуы туралы бірер сөз. Ең әуелі автор тың ұсынысын тиянақты мазмұндап, арнайы жәшікке тастайды. Сөйтіп жәшіктен сол күні-ақ алынған ұсыныс арнайы жұмыс тобының қолына тиеді. Олар тиісінше тың жобаның өндіріс үшін қаншалықты пайдасы барын саралап, іріктеп, рәсімдеуге жібереді. Әрине, рационализаторлық жоба өте тыңғылықты, әрі титықтаумен атқарылатын шаруа.
Техниктер үшін де жобаны қолдап, талқылап, құжат жұмыстарын реттеп жүзеге асыруға ықпал етуші азаматтар үшін де солай. Сондықтан тек авторға ғана емес, идеяның атқарылу барысына атсалысқан азаматтардың барлығына ақы төленеді. Ол қондырғыны құрастырған, іске қосып, тәжірибеден өткізген маман болуы мүмкін. Ол жобаның құжаттарымен айналысқан администратор болуы мүмкін. Және бір айта кетерлігі, жобаның экономикалық түсіміне орайластырылған сыйақы мөлшері автордан басқаларға белгісіз күйінде қалады. Жыл сайын біз 10 шақты рационализаторлық жобаны іске асырамыз. Жоба авторлары міндетті түрде өз идеясының экономикалық түсіміне орай сыйақы алады. Былтырғы өткен республикалық рационализатор KZ байқауында біздің өндірістегі рационализаторлық жобаны қолдаудың үздік жүйесі номинациясы бойынша бірінші орын алды. Үлбі металлургия зауытында рационализаторлық жобаларды қолдау жүйесі жалғасын тапқан 10 жылда қызметкерлер тарапынан шамамен 700 құнды идея ұсынылыпты. 75% жүзеге асып, 1 миллиард 190 миллион теңге шамасында экономикалық түсім берген 700 ұсыныстың бірегейі ретінде, мәселен, тигель пешін атауға болады. Үлбілік рационализаторлардың қолынан шыққан бериллий бронзасын балқытуға таптырмайтын атаулы пеш 4 миллион теңгеге бағаланыпты. Ал рационализатор KZ байқауының биылғы жылдың үздік рационализаторлық шешімі номинациясына үміткер тантал қалдықтарын қайта өңдеудің тың тәсілі жобасының экономикалық түсімі бұдан да қомақты. 58-ші цехта тантал қалдықтары қайта өңделеді. Қалдықты ыстық кислотамен араластыра шайқаймыз. Сонда бак түбінде әжептәуір тұнба қалады. Ал ол тұнбаны көтеру керек, яғни күрекпен қозғауға тура келеді. Ол үшін аппаратшы сатымен бактың түбіне түсіп, тұнбаны күрекпен ойып, қозғауға кіріседі. Сөйтіп оны қайта өңдеудің алдағы күрделі технологиясына бағыттайды. Күрделі қайта өңдеу технологиясына кептіру, қыздыру, көмір қышқылды натриймен біріктіру, қайта аршу процестер жатады. Ал оған дейінгі тантал қалдығын ыстық кислотамен араластыра шайқау технологиясын реттеу басты мақсат болатын. Өйткені бак түбіне түскен аппаратшы әрине тыныс жолын улы газдан қорғайтын тұмылдырық киеді. Дегенмен ыстық кислотаның зиянына төтеп бере алмас еді. Содан қайттық дейсіздер ғой. Тұнбаға кислотамен қоса су құйдық. Сөйтіп шайқау барысында барбатер арқылы ащы бу жіберіп, белгілі бір деңгейге дейін ыстық. Нәтижесінде жіті араласқан тантал ертіндіге өтіп, әрі қарай өңдеуге жіберіледі. Зертханада тәжірибе жасадық. Сөйтіп өлшемдерін анықтадық. Өндіріске қосқандағы пайдасын сараладық. Сөйтіп сипатын жазып, цехта іске қостық. Жобаны іске асырған соң, шамамен жарты жылдай технологиялық тәсілдерін жүйелей жетілдірдік. 1 жыл дегенде толық нәтиже берді. Тантал қалдықтарын қайта өңдеудің тың тәсілі жобасының осы күнде 2 жақсылығы анық аңғарылып отыр. Алғашқысы еңбек қауіпсіздігін сақтауға септігі. Содан соң экономикалық түсімі. Бұл тараптағы эффект 8 миллион 891 мың 600 теңгені құрапты. 6 жылдан бастап зауыттың өнімділігін арттыруға бағытталған 10 мың ұсыныс бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Соның арқасында өнімнің сапасын арттырып, шығынды азайтуға және еңбек тиімділігін арттыруға негізделген 12 мыңнан астам ұсыныс келіп түскен. Оның тіпті 75% өндіріске енгізіліпті. Үлбі металлургия зауытындағы 30 рационализаторлық жаңалық осы күнде ноу-хау режимінде күзетіледі. Кәсіпорын жаңаша басқару стилін, стратегиялық басымдықтар мен тактикалық міндеттерді жолға қойған. Бұл қазақ атом өнеркәсіп саласы үшін әлемдік нарыққа нық сеніммен ат қосар мол мүмкіндікті аңғартады.